Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келіпсіздер. Қысқа арнап жауған өте дәмді компотымның рецебін сіздерге ұсынамын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл жолы өте дәмді ассорти компот десексе болады. 5-6 түрлі жемістерді салып дайындаған болатынмын. Сол үшін сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Банкілерімізді жуып, тазалап, осылай стерильдеп аламыз міндетті түрде. Содан соң осылай жемістерімізді салатын боламыз. Мен бұл жерде слива, яғни қара өрік, шабдалы, алмаларым үлкен болғандықтан осылай бөліп салдым. Егер де сіздерде кішкене қазіргі свежий өсіп жатқан алмалар болса, бүтіндей сала берсеңіздер болады. Содан соң осылай аздап смородина салып шықтым. Шие салдым. Содан соң осылай барлығын салып, жақсылап сақырлап тұрған суымызды құйып қоятын боламыз. Міне осылай шиеден кейін апельсинді бір-бір талдан салып шықтым. Әрине салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Негізі өте әдемі дәм беретін болады. Осылай суымызды құйып, жарты сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Крышкамызды да стерильдеуді ұмытпаңыздар. Міне осылай барлығын құйып қоятын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міне уже жарты сағаттан соң суымызды екінші рет қайнатуға құйып жатырмыз. Осылай екінші рет құйған кезде уже цветі өзгеріп шығады. Газге қойып қоямыз. Содан соң 3 литрлік банкіге 300 грамм шекер, 2 литрлік банкіге 200 грамм шекер салатын боламыз. Шекерді осылай банкіге салсаңыздар да болады, немесе жаңағы кастрөлге қайнатып құйған суымызға салып қайнатсаңыздар да болады. Міне уже екінші рет қайнады суымыз. Шекерді салып болғаннан соң осылай үстіне бетіне дейін келтіріп құятын боламыз. Ертең жемістеріңіз ісіңкіреп, суы азайып қалуы мүмкін. Сол себепті суды толтырып құятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда екінші рет құйғанда уже цветі өзгеріп шығатын болады. Өте әдемі цвет шықты. 6 түрлі жеміс қосқандықтан дәмі өте әдемі болып шықты. Жауып болғаннан соң, бір аптадан соң ашып ішіп көрдік. Дәмі енді ерекше. Сізде осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылай барлығын құйып болғаннан соң суып қалмау керек. Осылай ыстықтай бұраймыз. Банкілерімізді осылай бұрап, жауып, қатырып алатын боламыз. Содан соң банкілеріңізді астында шекері қатып қалмау керек. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, астында шекер болса, 1-2 араластырып жіберіңіздер. Барлығын жауып болғаннан соң осылай төңкеріп, одеялмен немесе қалың көрпемен жауып орап қоямыз. Ас болсын!